Bismillah deb atqa qo'ndim, ko'kayimde bayqadim. Esime yer deb ata qo'ygan, bayqasim deb qayradim. Мәңгілікте қойотаным, қорқыталмайды аусын өлім. Мың өлгендер мың тіріліп, тақымын атқа байлайтын. Қайырлы күн, қадірменді жиналған қауым, құрметті шабандоздар. Қазақ елінің аспаны арқашанда ашық болсын, көк байрағымыз мәңгілік желбірей берсін. Рахмет. Тереңіне батсаң ер тойла, тәніңнен көлеңке кетсе ер тойла. Үйде тірлік көп деп мұңайма, нәпақа тауып жүрген еркектерге оңайма. Далаң өрт жалмап өтсе ер тойла, жесір болып көңіл босаса ер тойла. Тау шыңына қарасаң таңдайсыма, бақыт деу қиын жалғыз басты мұндайда. Жер шарын шарлап бас енді ұғасың, құдірет тауып күш алсаң ер туарсың. Туған ұлым бұл даланың еркегі болар, оларға міне әкенің тегі қонар. Бисмилля деп атқа қонар көкейіңде байғаты, табиғатында бар қайраты мен айбаты. Қайғаты жоқ қылар ашып бетектерін, байлау қиын бұл даланың еркектерін. Мен бүгін жеңіс тауып екінші орын алдым. Тарихы талай жылдары сыр шертетін әрине біздің ұлттық спорт. Қазірде ешқандай меніңше спорт тең келмейді. Бұл біздің ұлттық құндылық бірінші кезекте. Ал жаңағы сұрақтарға тікелей жауап беретін болсақ, әрине қазірде сол терең тамыр кеңге жайылды. Демек ұлттық спорт өте тамаша деңгейде насихатталып жатыр десем де еш қателеспеймін. Бәйгеге оралмас бұрын мен сіздерге кішігірім аңдатпа айтып өтейін. Каберхан есімді тұлпарды бәріміз танимыз. Дубайдың төрінде шалқып шапқан. Жалпы соның жемісі де, жеңісі де қазір кеңінен дамып, қазақтың классикалық атшабысы, бәйгесі де, басқасы да дамып жатыр. Одан бөлек 13 бірдей тұлпар Дубайға аттанғанын да біз білеміз. Жалпы осы бір тұлпардың арқасы көрдіңіздер ме, қаншалықты қандай жол салып бергенін. Одан бөлек біздің селекция жұмыстары да өте жақсы жұмыс істеуде. Әрине бұған дейін Тараз қаласында Луговой ат заводтары болды. Одан бөлек Алматының шет жағасында заводтар болды. Жалпы сондай селекцияның жемісі деп білеміз. Енді Хамзаның бейнесінде болғандықтан да бұл ұлттық спорт әрине осындай шабандоздармен де ерекше. Себебі жастайынан тақымы тас болған бұл жәкейлер қазірде 400-500 килограммдық тұлпарларды тақымдап солардың басына ие болуда. Бұл не деген сөз? Бұл бір алып күштің емес, бұл таза жүректің және де мінездің арқасы деп ойлаймын. Енді Хамзаны бәріміз жақсы білеміз. Кеше ғана Қырғыз жерінде, қазақ-қырғыз бас тоғысқан жерде дүлден дара шығып, сол жерде чемпион атанды. Одан бөлек Жұмыртұяқпен танымал, өзіндік бір дуэт, қазірде топты жарып келеді. Енді Жұмыртұяққа оралмас бұрын жаңағы селекцияны айта кеткім келеді. Осы бір қолтумалардың арқасында қазақтың бәйгесі қызықты. 35-25 километрді өте оңай еңсеріп, күннің ыстық суығына да қарамайды. Шетелден аттар келіп жатады. Алматы ипподромының өзінде дәл қазір 400-ге жуық жылқы дайындық үстінде. Жалпы ұлттық спорттың негізгі насихатталуы осындай бір кішігірім қадамдардан ақ басталады. Ал біз оны әрмен қарай қалай жандандыра аламыз? Біз жалпы қазірде маркетинг саласын қолға алуымыз керек. Себебі бұл бізде құлдырап тұр. Бізде тұлпарлар бар, бізде жақсы спортсмендер бар, бізде мықты бапкерлер бар. Тек соларды насихаттайтын бізде құрал жоқ. Демек осы құралды біз табуымыз керек. Бізде жанкүйер қауымы да бар. Бізде мысалы ипподромға барсаңыздар, кем дегенде бір
8 мыңға жуық жанкүйер жиналады. Бұл енді нағыз дамығандықтың белгісі және қызығушылықтың белгісі деп білемін. Соны кең таратуымыз керек. Бұл дүниежүзілік көшпенділер ойыны бізге негізгі мүмкіндік. Астана төрінде өтті ғой. Міне одан кейін Қырғызстан өткізеді, жалпы тағысының тағысы. Жалпы басқа мемлекеттерді де қызықтыруымыз керек. Ұлы дала жорығы бар, қаншама шақырымға созылатын. Шет жақтан келді, Нигериядан келді, Африкадан келді. Міне соның барлығын біз ұстап қалуымыз керек. Демек, бізде осы бір маркетинг саласы ұлттық спортқа жеткіліксіз. Осыны дамытуымыз керек. Бізде барлығы бар, тек сол құрал жоқ, қатты айтқанда. Бәйге деген сонау заманнан келе жатқан ұлттықтан бөлек, мен сіздерге былай айтайын, бұл спорттың қазірде кеңінен жайылған бір түрі. Бұны біз ұлттық спорт түрінде қарастырамыз. Жалпы қазір мен бәйгені кәсіби спорт түрінде қарастырғым келеді. Ұлттық спорттан бөлек. Себебі бұл бір әлемдік сахнаға шығу үшін бәйгені біз жалпылама қарастыруымыз керек. Жаңадан келген көрермендерге айтарым, бұл тұлпарлардың бір жыл емес, жалпы сол құлын күнінен бастап тәрбиеленген, негізгі дағдыланған тұлпардың сондай бір пик формасы дейміз ғой, ағылшынша айтқанда. Сол бір шыңына жеткен күйдегі жарыс алаңына шығып, шабандозбен тұтас бір ойға келіп, кәміл сенімді ақтаған бапкердің де қаншама адамның жемісі. Демек, бұл жерде негізгі тандем қайда жатыр? Бұл үйлесімділік. Бапкердің бабы келіскен кезде, тұлпардың негізгі сыны келіскен кезде, және шабандоздың батылдығы мен мінезі келіскен кезде. Міне осы бір үштік жалпы чемпиондыққа жетелейді. Бұл жерде түрлі қашықтықтар бар. Біз тай бәйгені айтамыз. Мен енді жеке басым тай бәйге дегенге қарсымын. Европалық стандарт бойынша тұлпарды негізі 3 жастан бастап міну керек дейді. Қазақ құнанды үйреткен. Одан кейін құнан жарысы, топ бәйге, одан кейін аламан, кіші аламан, ұлы аламан бар. Қазірде бізде батақорлар шабылады, ас бәйгелерде. Және классикалық ат шабысы. Міне, классикалық ат шабысы енді дамып келеді. Осы бір шетелге шыққан, міне, Дубай төрінде, Америка құрама штаттарында да шабу мүмкіндігіміз болды. Жалпы сол бір Каберханның арқасы деп ойлаймын. Ұлттық спортта дамып келе жатыр. Классикалық ат шабысы қатар келеді. Классикалық ат шабысы деген өздеріңіз білетін тұрып шабатын бәйге түрі. Ат шабыс жалпы солай бәйгенің түрлері. Хамза бәйгенің феномені, мойындаймын. Себебі бәйге деген кезде қазір ел жұрт Хамзаны есіне алмаса орында тұра алмайды. Делебесі қозған қазақ әрине тұлпардан бөлек шабандоздарға да ерекше құрмет көрсетеді. Олардың батылдығына бірінші кезекте мән береді. Мен Хамзаның сондай бір мінезіне таңсанам. Себебі оның тактикасы жалпы жұмыр тұяқпен топтың соңында отырып, мамай қарамен де өте тамаша тас кескенде өнер көрсетті. Жалпы топтың соңында отырып, топтың басына шығып кететін қасиеті бұл бір сабырлық пен салқынқандылықтың белгісі. Марлан ағаны бәрі таниды. Марлан Бектенов мырза, әкесі, бапкері, ұстазы. Жалпы сол бір тактиканы тамаша меңгерткізген Хамзаға. Енді ойлаңыздаршы, Хамзаның жасы небәрі аса бір көпті азды танымаған деп ойлаймыз, бірақ ақ пен қараны қалай тамаша ол ажыратады. Жалпы адамның бойындағы сол бір болар бала боғынан дейді қазақ, қатты айтқанда. Міне сол бір сәби кезінен негізгі ананың сүтімен дарыған қасиеті қазірде өте тамаша көрініске ие. Сол себепті де енді Хамзадан да бөлек қазір көптеген шабандоздар бізде бар. Тіпті оларды саусақпен санаудың өзі мүмкін емес. Тізімге енгізудің өзі мүмкін емес меніңше. Сондай міне Хамзаға еліктейтін балалардың өзі көп. Ол балалар емес, үлкен кісілердің өзі еліктеуі мүмкін Хамзаның сондай салқынқандылығына. Бәйге деген бұл өмір. Себебі бәріміз аламанда шауып жүрміз. Біреу сүрінеді, біреу құлайды. Бірақ ең бастысы бәріміз мәреге дейін, финишке дейін жетуіміз керек. Міне сол себепті өмірмен тығыз байланысты мәселені біз қашанда қозғап дамытуымыз керек деп ойлаймын. Жалпы Спорт Плюс соңғы 2 жылда тамаша прогресс жасап келе жатқан телеарна деп білемін.
себебі таза ұлттық спортты алатын болсақ, қандай тамаша трансляцияның сапасы өзгерді. Қазірде жанкүйерлердің өзі айтып жатады. Тікелей эфирде Олимпиада чемпионатының әрбір кезеңін көрсетеміз, классикалық атшабыстың әрбір кезеңін көрсетеміз. Одан бөлек көшпенділер ойынын халыққа паш еттік. Айғабақ жайлы деректі фильм түсірді Айбек Сайлау деген әріптесіміз. Өзімізде талай мәрте эфирдің төрінде табылып жаттық. Жалпы міне осындай кіші қадамдардан басталады бәрі. Ұлы істер кіші қадамдан басталады. Тек сол менің айтар түйінім, ол бір спорт плюспен шектеліп қалмау керек. Оны жан жақты дамыту керек. Бұл ұлттық спорт бәрімізге қатысты мәселе. Мысалы, әр спортты біз дамытып келеміз. Футболға да бәленбай қаржы бөлеміз, одан бөлек хоккей қаншама қаржы бөлінуде. Әркім өзінің қолынан келгенше жан жақты спортқа көмектесуде. Бірақ дәл осы классикалық атшабыспен бәйге біздің назарымыздан тыс қалмау керек. Себебі бұл әлемге ұнайтын спорт. Біз сол арқылы өзіміздің туризм саласында дамыта аламыз. Жалпы жан жақты спорт түрін қарастырсақ, біз бір нәрсемен шектелмей дамыған елдің қатарына сол кезде тез кіреміз. Бізде жақсы жерлер бар, бізде кең жерлер бар, бізде атқа қолайлы жерлер көптің қасы. Демек, климаттың өзі бізге өзіндік септігін тигізіп жатады. Оған шетелдіктер тамсана қарайды. Бізде не жоқ? Бізде ипподром жоқ, сапалы. Мен бұны әрбір эфирде қозғайтын мәселем, жалпы сондай ипподромдар салынса, негізгі жан жақты хабар тарататын адамдардың саны көбейсе, сапалы хабар тарататын адам көп, тек сапалы тарату керек. Халыққа ұнайтындай, сондай бір көзге әсем көрінетіндей. Сол кезде ғана біздің ұлттық спорт, бәйге, классикалық атшабыс тамаша деңгейде дамиды.